Баяғыда бір кішкентай қыз болыпты. Оның бәрінен ерекше қызыл түсті телпегі бар еді. Сол үшін жұрт оны қызыл телпек деп атап кеткен екен. Бір күні анасы оған айтты: «Қызым, әжең ауырып жатыр. Мына себетке тәттілер мен нан салып, әжеңе апарып бер. Бірақ жолда бөгелме, орманнан тура өтіп бар». «Жарайды, анашым». Қызыл телпек жолға шықты. Кенет алдынан қасқыр шықты. «Қайда барасың, кішкентай қыз?» «Әжеме тәттілер апара жатырмын». «Әжең қай жерде тұрады?» «Орманның ар жағында, үлкен ағаштың түбіндегі үйде». Қасқыр ойланып тұрып, «Онда мен де барып амандасайын» деп орманның екінші жолмен жүгіріп кетеді. Қасқыр қыздан бұрын әжесінің үйіне жетіп есікті қағады. «Кім бұл?» дейді әже. «Менмін, қызыл телпек, саған тәтті алып келдім» дейді қасқыр. Көп ұзамай қызыл телпек келеді. «Сәлем, әже». «Сәлем, қызым, жақындап келші» дейді қасқыр. Қыз жақындап қасқырға барады. Қасқыр қызды жейін деп жатқанда жақын маңдағы аңшы шуды естіп үйге кіріп келеді. Ол балтасын алып қасқырды қорқытады. Қасқыр қашып кетеді. Содан кейін бәрі қуаныпты. Әже аман, қыз бақытты, ал қасқыр орманға қашып кетіпті. Қызыл телпек сол күннен бастап анасының айтқанын ұмытпапты. Жолдан шықпай, әрдайым абай болып жүреді екен.